Қазақстан халқына және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа ел азаматтарының ашық хаты. Қазақстан Республикасы Конституциясының референдумға ұсынылып отырған жаңа жобасы асығыс дайындалған деп есептейміз. Бұл жоба 20 миллион азаматтың құқықтарын шектейтін, парламенттің өкілеттігін тарылтатын, президент билігін кеңейтіп үстем ететін, ұлттық мүддеге нұқсан келтіруі мүмкін құжат деп санаймыз. Бұған мынадай жайттар дәлел бола алады. Мемлекеттік тілдің дамуын тежеп, оны өзге тілмен қатар қоятын 9-шы бап. Жерді сатуға жол ашатын, жерге жекеменшік иелігін қарастыратын 8-ші бап. Мемлекетке опасыздық жасауды қоспағанда президенттің өз өкілеттігін атқару барысындағы әрекеттер үшін оның қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартуға байланыс болмайтынын көздейтін сондай-ақ бұл норманың эксперименттерге де қолданатын 48-ші бап. 145 депутаттан тұратын бір палаталы парламентті құрылтайды тек партиялық тізім арқылы жасақтауды көздейтін, соның салдарынан 10 миллионнан астам азаматтың сайлау және сайлану құқығын шектейтін 53-ші бап. Бейбіт жиналыстар мен митингілер мен демонстрациялар өткізуге заң арқылы шектеу қоюды қарастыратын 35-ші бап. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы, парламент төрағасын, сот және күшті құрылымдардың басшыларын президентке бағынышты ететін, сондай-ақ соңғы 5 жылда мемлекеттік қызметте істемеген Қазақстан Республикасының азаматын президент сайлауына қатысу құқығынан айыратын нормалар, сонымен қатар президенттің өз орнына мұрагер ретінде сайлаусыз тағайындай алатын вице-президент лауазымын атазаң арқылы бекіту қарастырылуға және басқа даулы нормалар бар. Біздің қалауымыз парламенттік басқару жүйесін енгізу. Қазақстанда өзінің ақтамаған жеке дара билік жүйесі мемлекетті кеңінен жайылған жемқорлық пен әділетсіздікке жол ашты деп санаймыз. Сондықтан бізге қажет қазақ ел демократиялық даму жолында бастайтын жаңа әділетті атазаң. Қазіргі уақытта Конституция жобасын сынағандарды және наразылық білдірушілерді қудалау күшейіп барады. Конституцияны қысым көрсету арқылы қабылдатуға болмайды. Референдум туралы заңның 7-ші бабына сәйкес азаматтарға референдумға шығарылған мәселе бойынша жиналыстарда, митингілерде, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдары арқылы өз пікірін білдіруге кепілдік беріледі. Осыған байланысты біз дауыс беруге ұсынылған жаңа Конституция жобасын қолдамаймыз және билік тарапынан қорытындысы бұрмалануы мүмкін деп есептейтін референдум қатысудан бас тартатынымызды мәлімдейміз. Қазақстан Республикасының азаматтары Рысбек Сәрсенбайұлы, Есенғазы Қуандық, Жарылқап Қалыбай, Талғат Айтбай, Құдайшүкір Абдуллаев, Еркін Рақышев, Леспек Байжанов, Қалелхан Ибраимов, Мейірхан Абдуманапов, Шынқуат Байжанов, Еркен Ивенбаев, Ерболат Аубакиров, Азамат Молдасанов, Нұржан Мұхамедов, Асқар Байжігітов, Нышанәлі Ағаділов, Қалмақан Омар, Байғұбаева, Дүйсенкүл, Сәрсенова, Гүлжауқар, Көбесова, Смайыл, Жәнібеков, Орынбасар, тағы да осындай азаматтар.